Назарбаев зияткерлік мектебі тұңғыш президент күнін атап өтті. Айтулы мереке аясында мектеп оқушылары ерекше шара ұйымдастырды. Қаламыздағы Арай-Сити Молл орталығының бірінші қабаты Назарбаев зияткерлік мектеп оқушылар үшін сақына іспеттес болды. Домбыраның құлағында ойнайтын талантты оқушылар бар өнерлерін ортаға салды. Шараның ерекшелігі күйшілеріміздің танымал туындылары еліміздің түкпір-түкпірінде бір мезетте орындалғандығында. Келісілгенде республикамыздың барлық қалаларында сағат 15:00-де күй күмбірледі. Бұл Назарбаев зияткерлік мектеп оқушыларының елбасыға тарту еді. Домбырашылар флешмобы Назарбаев зияткерлік мектебі тұрақты ұйымдастыратын шаралардың бірі. Биылғы флешмоб ұлы дала мұрагерлер деген айдар тақты. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күніне орай Назарбаев зияткерлік мектептер арасында ұлы дала мұрагерлері атты домбырашылар флешмоб өткізіліп жатыр. Бұл флешмобтың басты мақсаты ұлт шанды азаматтарды тәрбиелеу, ұлттық өнеріміздің өркендеуіне үлес қосу, адами және ұлттық біздің құндылықтарымызды ұштастыра білетін тұлғаны қалыптастыру болып табылады. Шараның мақсаты жастардың бойында патриотизмді қалыптастыру, ұлттық өнеріміздің өркендеуіне үлес қоса алатын тұлғаны тәрбиелеу. Қызылорда қаласындағы химик биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің әдемі шарасына куә болып жатырмыз. Бүгін шараға мен ата-ана ретінде қатысып отырмын. Тұңғыш президент күніне арналған домбыра үнінің үлкен флешмобы өтуде. Өте қуаныштымыз. Осындай жақсы шараларды өткізіп тұратын біздің Назарбаев зияткерлік мектебінің ұжымына үлкен рахмет айтамыз. Шара барысында мектептің халық аспаптар ансамблінің мүшелері Құрманғазының күйлерін орындап, сонымен қатар мектептің өнерлі оқушылары елбасымыздың сүйіп тыңдайтын әндерінен және ұлт көшбасшысына арналған әндерден шашу шашты. Мектептің би топтары туған жер биін билеп, ойын-сауық орталығына келген тұрғындарға мерекелік көңіл күй сыйлады. Ақерке Әлімжанқызы, Берік Байымбетов, Қызылорда қоғамдық теледидары.